Ассалаумалейкум бауырлар, қалайсыңдар? Бүгінгі видеода мен стрим жасайтын Ереке стрим деген канал аштым. Ссылкасы описанияда тұрады. Менің стримімде кім ойнағысы келеді, тіркеліп кетесін деген ойдамын. Стрим жасайтын канал ашуыма себеп, достар, Беплей UGC конкурсында комментаторлық категориясы бойынша бірінші орын алдым. Қазір ол жағында көретін боласыңдар, қандай бірінші орын, қандай сыйлықтар берді, соны толығырақ көретін боласыңдар, достар. Бұл каналда не болады, біріншіден айтып кетейін. Құдай қаласа, өзім турнир жасаймын деп ойлаймын. Тек стримда болатын турнир, соло емес, ол стримнан бөлек. Ақылы отряд турнир, көбісі айтады жаса деп. Мен ютубер емес, мен стримермін, білесіңдер. Маған видео жасаған ұнамайды, маған тек стрим жасаған ұнайды. Стримде сол призовой фондпен отряд турнир жасайтын боламын, құдай қаласа. Тағы да айтайын, ссылкасы описанияда тұрады, Ереке стрим. Солай ашатын боламын. Тағы да стримде тағы не болады? Стримде сол әдеттегідей уақытын көре жатармыз. Сағат 3-те болса 3-те қоямын. Жазып кетіңдерші комментарийға уақытын қай уақытта өткізген жақсы стримді. Стримде күнделікті тегін соло турнир болады. Лестница, сол баяғыша лестница. Скилліңді көрсет, неге лайықтысың, топ-1 алып, алмазыңды ал. Немесе кивиіңе ақшаңды ал. Дәл солай әдеттегідей стрим солай болады. Тағы да жоспарлар, достар. Отряд турнир, осы Беплей UGC конкурсын жеңген соң, енді кішкене маған да опыт жинау керек, мынау опыт болғанда опыт бар ғой, енді тағы да отряд турнир жүргізіп үйренгім келеді. Ал, достар, көріңдер, ал қалай мен бірінші орын алдым, кетіп көрейік. Ну что ж, ребят, мы снова с вами. Мы только что пересматривали снова видео и пришли все-таки к общему мнению с ребятами. Также, друзья, Беплей подготовила список видеороликов, которые прошли финальную часть турнира. Эти видео были выбраны со своего периода, и теперь мы выбрали самые лучшие. Итак, категория киберспорт, комментирование, TeamSpeak, хайлайт из турнира. Также хочу напомнить, что есть категория киберспорт, категория обучения, категория развлечений и приз зрительских симпатий. Так вот, киберспорт, значит, первое место у нас забирает Ереке KZ. Поздравляем. Да, поздравляем его. Что я могу подметить здесь, то что вот что именно как мне понравилось, то что вот как он комментировал, причем на 2 языках, это было на русском и на казахском. Конечно же, помимо этого у него есть и другой контент, также связан с Free Fire, не только комментирование. Второе место